Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін ол білім. Білім көкжиегінде құстай қалықтаған жер жаһанға білім нәрін себуші бірден бір адам ол ұстаз. Армысыздар, мен педагог-психолог Медеуова Эльмира. Адам жүрегінің бақтарын суаратын саф алтындай тазармасы болады. Ол рухани байлығы. Сол рухани байлықты қалыптастыратын 3 асыл бар. Біріншісі атаның, екіншісі туған туыс халқың, үшіншісі ол сенің ұстазың. Психолог адам жанының емшісі, адамдардың ішкі жан дүниесіне біліп, сырын бөлісетін, қолдау беретін жанашыр адам. Мектеп қабырғасында психолог оқушылармен, ұстаздармен, ата-аналармен 5 бағытта жұмыстар жүргізеді. Сол жұмыстардың нәтижесінде оқушылардың өздеріне деген сенімділіктері, жігерліктері қалыптасады. Оқушылардың өмірге деген құштарлықтарын, сүйіспеншіліктерін арттыру мақсатында жүргізілетін жұмыстардың маңызы зор. Қазіргі таңда әсіресе ерекше білімді қажет ететін балаларға көп көңіл бөлінуде. Өзімнің іс тәжірибемде мектептегі арнайы сыныптың оқушыларымен және үйден оқитын әртүрлі диагноздағы оқушылармен жұмыс жасау барысында олардың әлеуметтік өмірге бейімделулеріне, мектеп өміріне араласуына қолдау көрсетіп келемін. Бұл оқушыларды сондай-ақ әртүрлі байқауларға да қатыстырып келемін. Атап айтатын болсам, Ризашылық мейірімділік бұлағы атты республикалық шексіз шығармашылық байқауында алтын қолдар көрмесі және де Қазақстан алтын бесігім атты байқауда оқушыларым 1-2 орындарды иеленді. Өзімнің кәсіби жетістіктеріме келетін болсам, өзім де түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып келемін. Атап айтсам, 2022 жылы республикалық үздік педагог 2022 байқауының аудандық кезеңінің жүлдегері атандым. Сонымен бірге 2022 жылы жылдың қорытындысы бойынша Қармақшы ауданы бойынша ұстаздар арасында жылдың үздік ұстазы номинациясын иелендім. Психологиялық жұмыстар адам жанын ізгілендірсе, ең басты байлығы адам болып танылатын қоғамның бүгінгісі жарқын, ертеңгісі айқын болатынына сенімдімін.